Сіздер ойлабағыла, тақуа болып қалсаң әлі бұл дүниеден құр қалып қалдың. Кейбіреулер бар да, намаз оқып қалса, үшін қалса, достары кетіп қалады. Қояшы молдамен жүрбеймін деп. Ал сенден Алла Тағала жамандарды ырғытып атады уже. Так, намаз оқып қалдың, бұрынғыдай бизнесің жүріспей қалышы мүмкін. Бұрын харам бадал алмайсың, ұрып жүрмейсің да. Енді субхана бүгін Алла Тағала тазалап қойды, адал жағынан бере баштады. Анан қарасаң не екен? Керек болса, тақуа болған адамдардың үй бүлесі бұзылып кетші мүмкін. Үй бүле анткенсен керек жоқ алып тастады Аллах. Тақуа болған сайын субхана туғандарың келіп, сен ақымақ болып кеттің деші мүмкін. Сен фанатик болып кеттің, тоқтат концертіңді деп, сен алғы қыр ал сақалың дейді ғой, кейбіреулер. Сен мен егімде сақалмен тимне тешес бар, кейбіреулер түсінбеймін да, кейбіреулер. Субханалла, шундай да. Мен көшеде жатсам, мас болып, ешкім келіп, мен қылбайды да, шүмшік, алкаш болып кетті дейді да. Бірақ емне деле мен намаз оқып қалсам эле, аны сақал қойып қойсам эле, тигілерге жақпаймын да, алкаш болып жатқан, жағып атқан, бұл жақпай қалады. Шудасыңар ма? Шундайдың барын тең Алла көзіңді ашып қойды. Кимменен жүріш керек, киммен басыш керек, емне тура емес екенін көрсетіп қойды дағы, анан бұл дүниеңді Алла Тағала сонун адамдар алып қойды. Мечіттегі адамдар машалла, пикириңер бир, ойыңар бир, жашооңор бир, машалла. Сонун адамдарға эч качан сен жашооңго кол салбайт, башка бирөөнүн жашоосуна кол салбайт, субханалла. Мынакей, ошону такыбачылыктан машалла Алла Таала ушундай бул дүйнөнү анан тиги дүйнөнүкүнө даярдап койгон.